إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عما بعد. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhtaram bауырлар, Allah Tağlanın rahmetine ölenетін, Allah Tağlanın жәннәтіне кіретін көптеген жақсы амалдар бар. Сол амалдардың бірі сабыр деп жатамыз. Өзіне тәубе дейміз. Ал біреуін шүкіршілік, азға қанағат дейміз. Және де Алла Тағаланың жәннәтіне кіргізуіне себеп болатын амалдардың бірі қандай да жағдай болсын, қандай да бір жағдайда жалғыз өзіне ғана, Аллаға ғана тәуекел ету екен. Ол жайында Аллах Тағала қасиетті Құран кәрімінде өлмейтін зат бір Аллаға тәуекел етіңдер деген мағыналай айтсақ, Иса алейхиссалам кезінде өзінің хауарилерін жинап алып насихаттайтын екен. Ризық Алладан. Біліңіздер, әр күннің ризықы күн қалай таң атса, дәл солай сол күннің ризықы сол күнмен бірге келеді деген екен. Бүгінгі жеп отырған ризығыңызды ертең жеймін деп алып қоймаңыздар, уайымдамаңыздар дейді екен. Ертеңгі жаңа күнмен сіздің жаңа ризығыңыз келеді деп ескертетін болған екен. Аюб алейхиссалам кезінде қатты Алланың сынағына ұшырап, барынан, бала шағасынан, мал дүниесінен бір-ақ күнде айырылған кезде де Аллах Тағалаға сәждеге бас қойып, Аллах Тағаланы ұлықтаған кезде лағнеті шайтан келіп: "Уа Аюб, Раббым дейсің, Құдайым Алла дейсің, Алла ұлық дейсің. Егер Раббың сені шында да жақсы көргенде, осындай қиыншылықпенен, мал дүниеңді азайтуменен, бала шағаңды өлтіруменен сені қинайтын беді" деп айтқанда, Аюб алейхиссалам келесіде айтқан екен: "Анадан туылғанда жалаңаш дүниеге келдік. Қайтқан кезде жалаңаш қабірге қойыламыз. Қиямет күнінде де қабірден жалаңаш күйде қайта тірілеміз" деген екен. Алла бірдеңені берсе, Алла берді екен деп қуанған жоқпын. Алла бірдеңемді алып қойса, Алла неге алды екен деп қайғырған жоқпын деген екен. Яғни біз Алланыкіміз және Аллаға қайтушымыз деген мағынада жауап қайтарған екен. Кезінде үлкен ғалымдардың қатарынан ойып тұрып орын алған Шақиқ әл-Балхи деген кісі өткен екен. Соның артынан ілім іздеуге келген Хатамул Асам есімді шәкірт келіп, шәкірттікке қабылданып, 30 жылдай ілім үйренген екен. Шақиқ Балхи ұстаз бұл шәкірттің ерекшелігін байқап, осы шәкіртте бір қасиет болса керек, білгені болса керек. Менің құзырыма шақырыңыздар, мен онымен сұхбат жасайын деп шақырту алады екен. Әлгі Хатамул Асам Шақиқ Балхиге келгенде сұрайды екен Шақиқ Балхи: "Уа ботам, менің құзырыма келгеніңе неше жыл болды? Уа ұстаз, сіздің артыңызда білім алып жүргеніме сонау 30 жылдай болды" деген екен. "Ал ботам, 30 жыл артында ілім алған екенсің, не үйрендің? Бүгін емтихан тапсыратын күнің. Үйренгендеріңді бірме-бір айтып бер маған" деген екен. Сонда ұстаз: "Үйренгенім 6 калима" деп айтты дейді.
Сонда ұстазы инна лиллахи ва инна илайхи ражиун. Расында бұл калима бір қайғы қасіретте айтылатын, кісі қайтқанда айтылатын калима еді. Мағынасы біз Аллахтікіміз және оған қайтушылардамыз дегені. Себебі 30 жылда 6-ақ сөз үйрендің ба деп қайғырған екен. Жарайды, үйренгеніңді айта ғой дейді екен. Сонда үйренген калимамның біріншісі Аллах Тағаланың қасиетті Құран кәрімінің Худ сүресіндегі 6 аят. Мағыналай айтсам, қимылдаған жан иесі бар екен, рызқы ол Алланың қолында. Қарап дүниеге назар салсам, аспанда ұшып жүрген құстар, теңізде жүзіп жүрген балықтар, тіпті жер астында жүрген құмырсқаның да рызқын Аллах Тағала ұмытып кеткен жоқ екен. Барлығының рызқын уақытымен жеткілікті етіп беріп тұрған Алла Тағала, мен де сол Алланың бір жаратқан мақлұғымын ғой. Мені де Алла Тағала ұмытпайды, мені де Алла Тағала рызықтандырады деп, рызық үшін қайғырған жоқпын, жалғыз өзіне тәуекел еттім деген екен. Бұл бірінші калимаңыздан қанағат тұттым, ал енді үйренген екінші калимаңызға өтіңіз деді дейді. Сонда хатамласам, екінші үйренген калимам, ол да Алла Тағаланың Құран кәрімдегі Худжурат сүресінің 10 аяты. Астаузу билля иннамал муъмину ихватун садақаллахул азим. Мағынасы расында мұмин мұсылмандар бір-біріне аға, іні, дос, бауыр деді. Бұл дос, бауыр осы өмірде. Ертең қиямет күні амал дәптеріміз таразының басына қойылған кезде, таразда жеңіл тартылып қалған кезде, біздің жан достарымыз, тіпті мынау бір жастыққа үміт қойып, үмітпенен бас қойған жан жарымыздың өзі амал дәптерімізден бір сауап жетпей қалған кезде, жан жарым бір сауабыңды бере көрші деп жәутеңдеп қараған кезімізде әйеліміз шығып кетеді екен. Бүгін әркім өз-өзіне жауап беретін күн деп. Сонда үмітпенен баламызға қарайды екенбіз. Балам, мен қандай әке болдым? Әке, сіз ешкімнен кем еткен жоқсыз. Әке болдыңыз, пана болдыңыз. Бізді оқыттыңыз, тамақтандырдыңыз деген сияқты жақсылықтарын айтады екен. Сонда балам, осынша істеген еңбегімнің құрметі бір сауабыңнан берші деген кезде, баламыз тұрып, уа әке, бүгін қандай күн екенін ұмытып қойдың ғой. Бүгін әркім өз-өзіне жауап беретін күн деп, баламыз да шығып кетеді екен. Қарасам, шынайы дос, қиямет күні таразының алдында көмектесетін дос, ол Алла Тағалаға жасалған ғибадат, құлшылық екен. Қиналғанда, сауап жетпегенде сауабымызды толтыратын жасырын жасалған садақалар, ашық жасалған садақалар, құрған медреселер, осылардың барлығы айтылған салауаттар, истихфарлар, зікірлер келіп, таразымызды ауыр бастырады екен. Шынайы дос ол Алла Тағалаға жасаған тағат, ғибадаттар екен. Енді 4-ші калимаңызға өтіңіз. Үйренген 4-ші калимам ол дұшпан. Адамдардың әртүрлі дұшпаны болады. Байдың дұшпаны бай, кедейдің дұшпаны кедей. Бірақ сондай анық бір дұшпан бар екен. Ол көзге көрінбесе де, сенің жаныңа кіріп, терің менен сүйегіңнің арасында жүретін, сені уасуасалайтын шайтан екен. Ол сондай дұшпан, сені білмеген, ойламаған жеріңнен азғыратын дұшпан екен. Ал бұл жауабыңнан қанағат тұттым деген екен. Келесі үйренген калимаңа өте ғой депті. Сонда хатамул асам, келесі үйренген
калимам ол адамдарға назар салсам, әркім әртүрлі ғимараттарды салумен әуреде. Біреу биік етіп салса, біреу аласа етіп салса, біреу кең етіп салса, әркім өзінің ғимараттарын салумен әуре екен. Бірақ менің үйренген ол ғимаратым барлық адамдардың, бай да, кедей де, барлығының бірдей болатын ғимараты ол қабір әлемі екен. Мен осы мәңгілік ғимарат болатын қабірімді безендіруменен айналыстым деген екен. Сонда бұл жауабыңнан да қанағат тұттым. Келесі үйренген 6-шы калимаңға өте ғой деді. Сонда хатамласам 6-шы үйренген калимам ол әрбір адам, кез келген адамның өзінің ұнатқан бір клиент, әрбір нәрсеге қызығушылығы болады екен. Біреу көлікке қызықса, біреу жылқыға қызықса, біреу малға қызықса, біреу дүниеге қызығады екен. Бірақ барлығының өзінің тұтынушысы болады екен. Сол нәрселердің тұтынушылары болады екен. Ал менің тұтынушым ол ләззатты қиятын, баланы әкеден, әкеден баланы айыратын, барлығына бірдей жас демейтін, кәрі демейтін, келуі анық болған тұтынушы ол өлім періштесі Әзірейіл алейхиссалам екен. Өз тұтынушымды, өз клиентімді жақсы танып алдым және соған дайындалдым деген екен. Соншалықты дайындалғаным, мынау шымылдықта отырған, ұзатылуға дайын болып отырған қалыңдық секілді дайынмын деген екен. Себебі күйеу кіріп келген кезде үзір айтудың лажы жоқ. Дәл сол сияқты Әзірейіл алейхиссалам кіріп келгенде оған үзір айтудың еш лажы жоқ. Бір сәтке ал ерте де емес, бір сәтке кеш те емес. Өз уақытында келсе, әрі қарай бос қайтпайтын, жаныңды суырып алатын Әзірейілдей клиентке дайындалдым деген екен. Қарап отырсақ, баршамызда осы айтылған 6 калима баршамызға сабақ болатын, сабақ алатындай сөздер екен. Өлмейтін ешкім жоқ, бәріміз бір күні өлеміз, қараңғы қабірге қойыламыз. Кезінде мұсылмандардың халифасы болған, баршамызға танымал, сондай мейірімділігімен, жұмсақтылығымен танылған, ұялшақтығымен танылған пайғамбарымыздың сахабаларының бірі болған Осман радиаллаху анхуға қабір азабы жайында айтылған кезде сақалдары суланып кеткенге шейін жылаған екен. Сонда о кісіден сұрап, сізге тозақ жайында айттық, жылаған жоқсыз, ақырет жайында айттық, жылаған жоқсыз, бірақ қабір азабы жайында айтқан кезде көз жасыңызды тия алмадыңыз, оның себебі неде деп сұрағанда, қиямет пенен тозақ азабы ол бүткіл жамағатқа бірдей болатын азап, көпшілікпен көретін азап, ал қабір азабы әркімге жеке-жеке болатын азап деген екен. Тыңдаған, естігендерімізге амал етуді Алла Тағала нәсіп етсін. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін Алла Тағала разы болсын. Баршаңызға кіріп келген қасиетті Рамазан айы мүбәрак болғай. Қадір түнде жасалған дұға тілектеріңізді Алла Тағала қабыл еткей. Құрметпен дін жолында жүрген бауырларыңыз дұға жасап қойыңыздар. Алла разы болсын.